Сәлем достар, бүгін мынау 5 этажда құрылысқа, заброшка дейміз ба, құрылыс дейміз ба, соған контент үшін кірсем деп жатырмын, жалғыз өзім. Мынау үлкен 5 этажный здание. Так, мен жалғыз өзім. Жаныма серік таппадым. Короче, бір-екі адамға айттым. Болмады. Сонымен өзім кірейін деп жатырмын. Көрейік. Ана мысықтар бастады бетін ашып. Контенттің. Қалай істейміз? Осылай істеген дұрыс ау дейме. Так, примерно пойдет туз. Но бірінші этаж. Так. Жақ. Ештеңе жоқ. Так. Подвал. Дальше жүреміз. Бізде екінші этаж. Короче, 5 этаж бар бұл жерде. Жерге мынандай жазып тастапты. Так. Тоқсан бірлерге салам алейкум. Дефест. На стенах ярапты. Так. Дальше жүреміз. Мынау бізде уже 3-ші этаж ғой. Так. По идее, на зданияларды ремонтталған дерзкий. Вова. Мына жерде бір скелеттің басы ма, бір нәрсе. Дальше. Походу, беске бірақ шыға саламыз. Шыға салғанда мынам темір шығып тұр.
мынау ше мынау жерде қызыл тұр ғой. Мынау адам сияқты көрінеді ғой, короче, қазір ше. Мына аяғы, мына қолы сияқты көрінеді да. Бүйтіп келіп қараймын ғой, короче. Сөйтсем стена. Сегізінші Б класстың балдары келген екен. 2002 дейді. Короче, тағы да өзімді түсірейін. Типа, жалғыз өзің емес деген әңгіме болуы мүмкін. Жалғыз өзім чисто контент үшін ғой. Шамалы подписчиктарды көбейту керек болып отыр просмотрда. Подписаться етіңдер, комментарий қалдырыңдар, лайк басыңдар. Короче, активность көрсетсеңдерші, сендер үшін осы. Окей? Так. Дальше кеттік. Вован деген, Вован деген ше. Жүрмеген жер жоқ екен, короче. Стенаның арасында. Дальше. Мына стенаның төбесі жоқ. Походу, желден құлаған төбесі. Так. Мынау осылай тұр ма өзі? Или опас қауіпті мына жерде. Типа лестница құлап кетеді деген сияқты әңгіме. Есіктен қараймыз, астында кім бар деп қоясың, короче. Так, мынау желден құлаған ғой енді, короче, машиналар. По идее, бұл 5-ші этаж. Андай да, привидение деген сияқты жағынан қауіпті емес. Чисто анандай стеналардың қирау жағынан қауіпті екен да. Вот, пожалуйста, мынау қайдан құлаған мысалы? Вообще непонятно. Мына жақ қалай өзі? Бүйтіп қараймыз. Привидениелер болса, привидениелерге сәлем айтамыз. Ал ондайлар болмаса, подписчиктерге сәлем айтамыз. Дальше. Так, нас на оба қорқытқан, короче, бағана. Типа аяқ қол сияқты.
Вообще контент бұл қалай өте ме өтпей ме білмеймін, короче. Походу ютубқа сағасын көреміз. Если что, ямандар лайктарынды, коммент, подписаться етіңдер еще. Маған монетизацияны қосу керек тез. Дальше кеттік. Мынау походу екінші этаже. Мынаны рас қойғандар. Так, шықтық болғанда, шықтым. Осы 5 этажный видео осы жерде видео түсіру керек еді деп жүргем образ ол. Андай терезелерден қарауға болады для контента. Привидениялар болса ұстап алайын деген тема ғой. Оңбағандарын жазып кеткен қыра. Көз тимесін деп жазып тұрғанда жерге. Бала дейді. Бала. Вообще осы форматта контент өте ме өтпей ме маған қызық болып жүр да. Соған бір тест жасап көрейінші деген қалай болады екен деп. Біреу жүр. Короче, аллергия тиген осы. Вообще аллергия болмаған ғой мен негізі. Где-то 2 апта болды. Бір дезодоранттан басталды аллергия. Басында, короче, шамал қызарды, дезодорант жаққан жер. Сөйтіп кейін уже түшкіре берем. И дальше бір аптадан кейін ба, только мұрын бітелу басталды. Мұрным бітеліп қалады. Все, короче, 2 мұрында бірдей ғой. Біреу болса мақұл. Соны қалай қайтарым білмей жүрмін. Осындай темамен так, аллергиктер советтармен бөлсіндер, қалай құтылдыңдар. Қалай құтылуға болады или так, для контента бит жақында бір түсір жойын. Аяғым тиіп кетті. Все, видео аяқталды. Тіркеліңдер, подписаться етіңдер. Комментарий қалдырыңдар. Маған тез монетизация қосу керек болып тұр. Қазір 316 подписчигім бар. И 4000 сағат просмотр жинау керек қой монетизация қосылу үшін. Қазір менде 1000 сағаттан енді асты да 3000 сағат болу керек. Так что активность көрсетейік. Все. Всем салам алейкум.